Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аузында еріп кететін өте дәмді банан тортын жасаймыз. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен 6 жұмыртқаны ақ пен сарыға бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағына кішкене тұз қосып, жарты стакан қант қосып миксерлеп аламыз. Ингредиент мөлшерін осы видеоның астында жазып өтетін боламын. Келесі жұмыртқаның сарысында жақсылап көтерілгенше миксерлеп аламыз. Екеуін біріктіріп, 400 грамм ұн қосып, астынан үстіне қасықпен араластырып, бір кішкентай қасық қопсытқышты қосуға ұмытпаймыз. 180 градусқа 40 минутқа духовкаға қоямыз. Бисквитіміз дайын. Оны екіге бөліп аламыз. Және бір жұмсақ көп тұрған міндетті түрде бананды тураймыз, жұқа қылдырып. 6 штук топленое печенье үгітіп аламыз. Және лимоннан жасалған суды 2 бөлік бисквитімізге видеодағыдай құямыз. Оның үстіне міндетті түрде кремді жағып өтеміз. Крем мен пропитка жасалу жолдарын оның алдындағы видеода көрсетілген болады. Астыңғы